Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 24-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы 10, 100, 1000 сандарына қалдықпен бөлу. Мысал бірге қараймыз. 10-ға, 100-ге, 1000-ға қалдықсыз бөлінетін сандар. 21520-ны бөлеміз 10-ға. 2150. 8000-ды бөлеміз 1000-ға, теңдігі 8. Бұлар 10-ға, 100-ге және 1000-ға қалдықсыз бөлінетін сандар. Келесі 1446-ны бөлеміз 10-ға, теңдігі 144, 6 қалдық болады. 60412-ні бөлеміз 1000-ға, 60412 қалдық. 12727-ні бөлеміз 100-ге, 127027 қалдық. 4658-ді бөлеміз 1000-ға, теңдігі 4658 қалдық. Есіңде сақта. Көп таңбалы сандарды 10-ға, 100-ге, 1000-ға қалдықпен бөлу үшін бөлінгіштің соңында қанша 0 болса, бөлінгіштің оң жағынан сонша цифрды бөліп алу керек. Қалған сан бөліндінің мәні, ал бөліп алынған цифр қалдық болады. Балалар, мысал 2-ге қараймыз. Бөліндіде қанша цифр болады? Қалдықты бөлгішпен салыстыр дейді. 540123-ті бөлеміз 10-ға. 540012, 3 қалдық қалады. Енді қалдығы 3, бөлінгіш 10. Салыстырып көреміз. 10 қалдық 3-тен артық. 72432-ні бөлеміз 100-ге. 724, 32 қалдық болады. 32 қалдықпен бөлінгіш 100-ді салыстырамыз. 32-ден 100 артық. 84021-ді бөлеміз 1000-ға. 84, 21 қалдық болады. 21 мен 100-1000-ды салыстырамыз. 63123-ті бөлеміз 10.000-ға. 6 қалдық 300, 3123 қалдық қалады. 3123 пен 10.000-ды салыстырамыз. 873124-ті бөлеміз 10-ға. 87312 қалдық 4. 4 пен 10-ды салыстырамыз. 405123-ті бөлеміз 100-ге. 4051, 23 қалдық болады. 23 пен 100-ді салыстырамыз. 824900-ті бөлеміз 1000-ға. Теңдігін балалар өзіміз шығарып көрейік. 217000-ді бөлеміз 10.000-ға. Теңдігін шығарып көрейік. Бұл есептер қалдықсыз шығады. Балалар, мысал 3-ке қараймыз. Есепте 45000 бөлу 100 қосу 50 дейді. 45000-ді 100-ге бөлсек 450 болады. Оған 50-ді қоссақ 500. 567 азайту 623 бөлу 7 қосу 13. Теңдігін табамыз. 567-ден 623-ті 7-ге бөлеміз. Одан шыққан санды 567-ден азайтып 13-ге қосамыз. Сонда 491 болады. 62-ның 9-ға көбейтіндісі азайту 928-дің 2-ге бөліндісін табамыз. 62-ның 9-ға көбейтеміз. 558 болады. 558-ден 464 аламыз. Сонда 94 болады. Жақша ашылған 3599-ға қосамыз 101-ді. Жақша жабылған бөлу 100. 3599-ға 101-ді қосқанда 3700 болады. Оны 100-ге бөлеміз. Сонда 37 болады. 825-ті көбейтеміз 1000-ға. Бөлеміз 10-ға. 825 000 бөлеміз 10-ға. Теңдігін табамыз.
825 мыңға бөлген көбейткенде 825 мың болады. Оны 10-ға бөлеміз, теңдігін табамыз. 100 мыңды бөлеміз 100-ге, одан шыққан санды бөлеміз 100-ге. Теңдігін балалар өзіміз тауып көрейік. Есеп 4-ке қараймыз, есепті шығар деді. Асында әуе рейсіне 2 отбасы тіркелді. Бір отбасына 5 адам, ал екіншісіне 4 адам бар. Олардың әрқайсысы жүк бөліміне 2 шабадан тапсырды. Егер бір шабадан 12 килограмм тартатын болса, барлық тапсырылған жүк қанша килограмм болады? Есептің шартын құрып аламыз. Бір отбасы 2 шабаданнан 5 адам қанша килограмм екен белгісіз. 2 отбасы 2 шабаданнан 4 адам қанша килограмм екен белгісіз. Екеуін қоса алғанда барлығы қанша килограмм дейді. Бір шабадан 12 килограмм. Енді 2 мен 5-ті көбейтеміз. Бір шабаданнан 5 адам. Оны көбейтеміз 12-ге. Бір шабадан 12 килограмм тұрады. Сонда 120 килограмм. Бұл бір отбасының шамадандағы қанша килограмм бар екен? 2-ні көбейтеміз 4-ге. Екінші отбасында оны көбейтеміз 12-ге. Бір шабаданда 12 килограмм бар. Сонда 96 килограмм. Бұл екінші отбасыныкі. Бірінші отбасына 120 килограмм. Екінші отбасына 96 килограмм. Қосқан кезде 120-ға 96-ның 216. Сонда барлығы екі отбасында 216 килограмм болды. Есеп 4-дің әсіне қараймыз. Ұшақтың балаларға арналған билеті 198 евро тұрады, ал ересектерге арналған билеті одан 2 есе қымбат. 2 ересек адамнан және 3 баладан тұратын отбасына билет сатып алу үшін қанша евро төлеу қажет? Евроның қандай қағаз ақшалармен есептеуге болады дейді. 198-ді көбейтеміз 2-ге, яғни балаларға арналған билет 198 евро тұрады. 2 есе қымбат дейді. Көбейткенде 396 евро. Бұл бір ересек балаға. Енді 396-ны көбейтеміз 2-ге. 792 евро. Бұл 2 ересек балаға төлейтін евроның құны. 198-ді көбейтеміз 3-ге. 594 евро болады. Бұл 3 балалар билеті. 792 2 ересек баланыкі қосамыз 594-ті. Сонда 3 баланың билетін 1386 евро болады барлығы. Енді оны қалай есептейміз? 1386 евроны 500 евро қосамыз 200 евро, 1200 болды. Оған қосамыз 100 евроны 1300 болды. Қосамыз 50 евроны 1350, қосамыз 20-ны 1370, қосамыз 10-ды 1380, қосамыз 5 евроны 1385, қосамыз 1 евроны, сонда 1386 евроны осылай есептеуге болады екен. Сонда жауабы 2 ересек адамнан және 3 баладан тұратын отбасына билет сатып алу үшін 1386 евро төлеу керек. Балалар, мысал 5-ке қараймыз. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте дейді. 10 сантиметр квадратта қанша миллиметр квадрат бар екен табамыз. 1 сантиметр квадратта 100 миллиметр бар екен білеміз, балалар. Сонда 10 сантиметр квадратта 1000 миллиметр квадрат болады. 5 дециметр квадрат, 1 дециметр квадратта 100 сантиметр квадрат бар. Сонда 5 дециметр квадратта 500 сантиметр квадрат болады. 1 метр квадратта қанша сантиметр квадрат бар дейді. Және қанша миллиметр квадрат бар. 1 метр квадратта 10 000 сантиметр квадрат, 1 миллион миллиметр квадрат бар. Енді 1 миллион метр квадратта қанша километр квадрат бар дейді. 1 миллион метр квадратта 1 километр квадрат бар. Енді мысал 6-ға қараймыз балалар.
Мысал 6-да бізде тапсырманы орында дейді. Алия квадроскоптерге ақша жинап жүр. Егер ақшасы жетпей қалатын болса, үлкен ағасы ақша қосып беруге уәде берді. Қай модельді сатып алуға ақшасы жетеді? Басқа модельдерді сатып алу үшін қанша ақша қосу қажет? Мысалы, Алияда 170 евро болатын болса, 20 евро, қосамыз 50 евро және қосамыз 100 евро. Сонда 170 евро. Енді 170 евро, одан 165 евроны аламыз. Суретте көріп отырмыз, 165 доллар, 192, 210 доллар дейді. 165 евроны алған кезде 5 евро. Сонда 5 евро артылды, ол бір модельге жетеді дейді. Енді екінші ұшақта 192 евродан 170 евроны алғанда 22 евро. Ол жетпейді екінші модельге. Енді 210 евродан 170 евроны алғанда 40 евро болады. Ол жетпейді үшінші модельге. Мысал 7-ге қараймыз. 5-ке бөліну үшін келесі сандардың әрқайсысына қандай ең кіші санды қосу қажет дейді. Бізге 1123, 560.112, 300.583 сандары берілген. 1123-ке 2-ні қоссақ, 1125 болады. Енді 1125-ті 5-ке бөлу үшін 1125 бөлу 5 деп жазып, теңдігін есептеп көреміз. Сонда теңдігі 225-ке тең болады. 560.112-ге қосамыз 3-ті. 5-ке бөліну үшін 5-ке немесе 0-ге аяқталу керек, санның аяғы. Сонда 560.115 болады. 560.112-ні 5-ке бөлгенде 112.023 болады. 300.583-ке 2-ні қосамыз, 300.585 болады. 300.585-ті 5-ке бөлгенде 60.117 болады. Енді оның астында осыған ұқсас тапсырма құрастырыңдар дейді. Мысалы, 1021-ге қосамыз 4-ті. 1025 болады. Енді 1025-ті балалар 5-ке бөліп, теңдігін шығарып көрейік. Есеп 5-ке қараймыз. Ойлан және жауап бер дейді. 3 ағайынды үстелде жатқан жаңғақтарды қалай бөлуге болатын ойлануда. Арман былай деді. Егер әр қайсымыз 8 жаңғақтан алатын болсақ, 2 артық қалады. Ал 9 жаңғақтан алатын болсақ, 1 жаңғақ жетпей қалады. Үстелде барлығы қанша жаңғақ болған дейді. 3-ті көбейтеміз. 8-ге 24. 24-ті қосамыз 2-ге 26. Енді 3-ті көбейтеміз 9-ға. Жаңа 9 жаңғақ біреу жетпей қалады деді, қосында 27 болады. 27-тен азайтамыз 1-ді. 26 болады. Сонда үстелде барлығы 26 жаңғақ болған. Енді балалар үй жұмысына мысал 9-ды аламыз, қалдықпен бөлуді орындаймыз. 45.859-ды 100-ге бөлеміз. Сонда 458.059 қалдық болады. 985.120-ны бөлеміз 1000-ға. 985.120 қалдық болады. 360.025-ті 10-ға бөлген кезде 36.002 5 қалдық болады. Ары қарай есептерді өзіміз есептеп қалдықпен бөлуді орындаймыз.